гүлді алып, мысалға, өз ниетімен тұрып, декорациядағы гүлді алып, өз ниетімен барып, альбени шоколадының сыртынан жаңағыдай сақина жасап, шын өзінің ниетімен жасаса осынысты, мен қуанатын едім, нұр үстіне нұр. Бірақ біреудің әкеліп берген сақинасымен жарайды, енді не істесем екен, енді ел қарап тұр, жарайды, мейлі, осыны жасай салайын десе, онда ол жөн емес, жөнді емес. Бірақ Дәулет айтады, ол ондай бола береді дейді Балназым. Сен қуанба, мен ертең сендер ортаға шыққан кезде Дәулетке әдемлеп тұрып, альбенидің сыртынан сақина жасап беремін де, және саған ұсыныс жасатамын. Дәулет дайынмын дейді. Жоқ, ондай болса жарайды, егер де өз ниетінен жаңағы сіз айтқанда, егер де қыспаққа болса, мен қабылдамаймын. Оны көре жатармыз енді Балназ бен Дәулет ортаға шыққан кезде, ал қазір Жаннұрдың түрі неге қашып отыр, соны бір айқындайтын сәт келген сияқты. Келе қой отыр. Білмеймін, бір өзіңнен өзің жеркеніп отқан сияқтысың. Қорқып отырған жоқпын. Иә, шынымен де ұялып отырмын, шынын айтсам. Не үшін? Жаңа Нұрдәулетпен болған жаңа кездесулер, сөйлесулер, енді былай қарасам барлығы жасырын болды ғой. Байқаусыз да болды. Сен білмедің ғой, сен байқамай қалдың ғой болғатқан. 1,5-2 ай бойы байқамай жүрдің ғой. Кездесуде отырған кезде, сөйлесіп отқан кезде байқамадың ғой Нұрдәулет екен. Шынымды айтсам, мен де сөйлескенде айтып жатырмын ғой, бауыр басып қалдым деп, осы күнге дейін жігітпен өтіп телефонмен күнде сөйлеспегеннен кейін ба, андай жылулықты шынымен де сездім енді Нұрдәулеттен. Бауыр басу болды. Жігітпен андай сөйлеспегеннен кейін ба, сонда жақын өзіме тарттым. Солай мен ойлаймын. Жаннұр, сенің соңғы 2 айда сенбі күндері үйден шықпай, қыдырмай жүргеніңнің себебі Нұрдәулет пе сонда? Жоқ, мүлдем Нұрдәулет емес, оның мүлдем қатысы жоқ. Мен өзім солай шештім. Нұрсұлтан шығар мүмкін. Себебі. Өзін шақырып сұрайық па? Сұрайық. Келіңіз, Нұрсұлтан. Қош келдіңіз, Нұрсұлтан. Қош көрдік. Кеше финал тамашаладыңыз. Ерекше кеш болған сияқты. Алдында кездесу болды. Эфирдан кейін мен негізі жұмыстарым бітіріп алайын деп не істегем, айтқан болатын. И потом жұмыстан кейін, қалай айтсам болады, жұмысын бітірдім, маған звондады. Осылай. Мен звондадым бірінші, кім? Камила. Кіші Камиланың үміткеріне звондадым. Нұрболат. Потому что менде соның ғана номері болды да. И мен Инстаграм взломать етілі болды. И сол кезде Нұрболатқа звондағанда, қайдасың, келі анам, осы жақта отырмыз деген деген. И все, қазір барам дедім. Барсам, Нұрдәулет отыр. Жаннұрдың қасында? Жаннұрдың қасында Нұрдәулет. Оның неменесін таңғаласын айттың ғой, Нұрдәулет отырады. Мен айттым ғой саған сол кезде шақырдым, сөйлесек деп. Ол кезде айтқан жоқсың. Отыр екен, отырды. Бардым, оттым, әңгімелерін естідім, осылай. Бірақ, қайтсам болады, Камила алдында айтты ғой, білесіз ба? Нұрдәулет, қайтсам болады, торт жеріп жүр екен деп. Бірақ, на самом деле, ақпарат келді дегенде, ол ақпаратты Камилаға Нұрдәулет жеткізген екен. Бұның ішінде де бір сценарий бар екен. Браво. Солай бол? Жоқ, ол ақпаратты ортаға шығарған. Ол ақпаратты ортаға шығарған біздің нақты осы Камила. Иә, мен сол айтқаннан кейін мен осы жерден нақты сұрай кетейін дедім. Шынымен де бәлішті мен сөйтіп көрдім. Тортты сенің историяның және де Нұрдәулеттен рас па деп сұрадым. Иә, сол рас. Тұра тұр, бұлай болды. Иә, сен өзің көрдің де, өзің барып жаңағы Шерлок Холмс құсап, Нұрдәулет, тұра тұр, менің күмәнім бар деп кәдімгі тергеу жүргіздің бе? Жоқ, әлде Нұрдәулет өзі келіп, давай, Камила, сен маған бәліш жіберіп жүрген эфирде айтшы, менің бір жоспарым. Маған осылайнан бәліш жіберіп жүр деді. Сосын мен қоя салғаннан кейін осында нақтылап сұрадым. Соны эфирде айтшы деп өтінді ме? Эфирде айтып көріш деді. Мен бірақ айттым, бірақ мен ойлана келе, шынымен де расымен де сыртта болып жүрген дүниесі неге ортаға шықпау керек Шах мырза? Жаннұр, Нұрдәулет Камиладан өзі сұрайды. Бұл маған бәліш жіберіп жүр, бұл маған көңіл көрсетіп жүр, бұл қыз маған ғашық, соны Камила эфирде айтшы өтініш дейді. Жоқ, маған ғашықпын деп айтқан жоқ қой Шах мырза.
Кім? маған ғашықпын деп айтқан жоқ, және Жанднұрға ғашықпын деп айтқан жоқ маған. Айтқан жоқ, мен де оны айтқан жоқпын. Бұл қыз маған ғашық деп айтты.